саламатсыздар. Бүгін біз бесік тойға арналған қазақи ұлттық нақышта жилетка мен шалбарын тігеміз. Велюр матасынан 1 метр алдым. Неге подклад керек жилеткасына? 1,5 метр подклад астар мата алдым. Шалбарға керек емес. Және дайын оюлар алдым. Резинка беліне. Тігетін тастар алдық. Ұзындығы енді кішкентай 3-4 ай бөпе нәресте болғандықтан 35 сантиметр. Обхват груди 65 сантиметр. Шалбардың ұзындығы 40. Обхват бедер 65 сантиметр. Қазір пішуін көрсетемін. Міне велюр матасы, түгі төмен қарап тұру керек. 2 бүктедік. 2 бүктегеніміз 45 шығар. 45 сантиметр. Осыны тағы 2 бүктейміз. Мына жағынан бір 7 сантиметрдей қалдырамыз. Бұл қазір аптачкасын қырқылауға керек болады. Міне 5-6 айлық баланың жилеткасын алып, оңай пішілу әдісі. Осылай қойып, шеттерінен сызып 1 сантиметр тігіске қалдырып қырқып аласыздар. Міне қырқып алдық. Мынау аптачкамыз осындай етіп қырқып алдық. Енді бұған астар қырқып аламыз. Алдымен шалбарын қырқып алайық. Шалбарды да 2 бүктейміз. Мынау шеткі сызығын шетіне бүктелген жағына жібереміз. Бүктелген жағына жібереміз. Сол кезде тігіс түспейді жанына. Дәл осылай 1 сантиметр тігіске қалдырып қырқып аламыз. Міне шалбарын қырқып алдық. Осылай 2 бөліп. Мынау жилеткасы. Енді жилеткаға астар қырқамыз. Астарды да алып. Міне астар матасын осылай қойып аласыздар да. Тура осымен бірге етіп қырқып аласыздар. Мына жерін 1 сантиметр жеткізбей қырқып аламын. Себебі аптачкада тігіледі. Дәл осылай қырқып аламыз. Так, міне енді тігейік. Шалбарымызды ашып, балақ жағына осындай дайын оюды жабыстырамыз үтікпен. Үстінен тігіп шықсаңыздар жақсы, көпке шыдайды. Но жабыстырған түсіп қалуы мүмкінді. Осылай дәл ортасын тауып, үстінен бастыра тігіп шығамыз. Сосын 2 шетін қосамыз. Бірінші оюларын тігіп шығайық. Міне жилеткасына да осылай қыстырып алып, тігіп, сосын үтіктейміз. Міне тігіп, үтіктеп жабыстырдық. Енді 2 иығын қосамыз. 2 иығын қосамыз. Одан кейін мына аптачканы тігеміз. Мына аптачкаға бірінші
астарын тігіп аламыз. Бірінші иықтарын қосамыз. Міне иығын қосып тіктім. Енді подкладтың мынау шетін аптачкаға осы шетін тігеміз. Сосын иық қосамыз. Міне тіктік бір-біріне қосып, енді иықтарын қосып тігеміз. Мынау иығын қосып тігеміз. Міне иығын тігіп алдық. Енді мынау тігісін аптачканы тігісін қосып тігеміз. Артқы мынау мойынғы тігісін бәрін қосып бірге тігеміз. Міне мойын мен аптачканы бірге қосып тіктік. Енді артқы мойнына былай 3-4 ресечка беріп аударамыз. Міне аудардық. Үстінен 0,5-0,2 қалай тіге аласыздар. Строчка жасаймыз. Сол кезде былай сыртына шығып кетпейді. Енді мынау қолтығын тігеміз. Қолтығында теріс қаратып тігіп шығамыз. Оны да дәл солай растечка беріп тіккеннен кейін аударасыздар. Және үстінен 0,5-0,2 строчка бересіздер. Міне тіктік. Енді астын тігіп шығамыз. Міне жилеткамыз бітті. Енді 3 кнопка қадап тігіп қою керек. Енді шалбарды мынау екі жерін тігеміз. Екеуін қосып тігеміз. Оберлоктаймыз. Сосын ауын қосамыз. Міне екі шетін тіктік. Ауын бір-біріне қосып оберлоктадық. Жоғарғы белін оберлоктадық. Мынау етегін оберлоктадық. 2 сантиметрдей или 1 сантиметрдей қайырып тігеміз. Және беліне жалпақтау 3 сантиметрлік бар резинканы өтетіндей етіп 4 сантиметр қайырып тігеміз. Сонымен шалбарымыз дайын болады. Міне шалбарымыз дайын болды. Әдемі, сүйкімді костюм шықты. Мынау жилеткасы. Кнопкасын тіксек, арасына тастар тігуге болады. Тастар болса тіксеңіздер болады. Осындай ұлттық қазақи киім тігіп алсаңыздар болады. Көргендеріңізге рахмет. Сау болыңыздар.